Саламатсыздар ма балалар? Кезекті сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақта өткен тақырыптарымызды қайталап есімізге түсіреміз. Яғни нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Ендеше өткен тақырыптарды еске түсірейік. Қайталайық. Біздің өткен тақырыптарымыз мәтін және сөйлем. Мәтін дегеніміз не? Сөйлем дегеніміз не? Және олардың түрлері. Дыбыс және әріп, дыбыстың түрлері. Сөз және оның құрамы, түбір мен қосымша, жұрнақ пен жалғау. Сөз таптары. Бұлар біздердің өткен тақырыптарымыз, яғни бұл тақырыптардан біз не үйрендік? Жарайды балалар, ендеше тапсырмаларға кірісейік. Жұмбақты шеш және шешуіндегі сөзге 5 жолды өлең құрастырып көр. Адасқан әріптер ойына. Берілген сандарды ретімен қойып оқы, және де жауабындағы сөзге дыбыстық талдау жаса. Сызба бойынша сөйлем құрап жаз. Оқулықпен жұмысқа кезек берейік. Бірінші тапсырма. Берілген мәтінді түсініп оқы. Мәтін не туралы? Тақырыпты анықта. Және де төмендегі қай пікір ақиқат, қай пікір жалған екенін анықта. Екінші тапсырма. Әр қатардағы сөздерден сөйлем құрастырып жаз. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Диалогтерді оқы. Қай диалог қызықтау болды? Неліктен? Және де өзіңе ұнаған диалогты көшіріп жаз. Қаратпа сөздің астынсыз. Төртінші тапсырмаға зер салыңдар. Қай сөздердің мағынасы дұрыс анықталмағанын тап. Жарайды балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.